Қалам сүресі. Рахман, әрі аса рақымды Алланың атымен бастаймын. Нун, қаламға және қалам иелерінің жазғандарына серт. Уа Мұхаммед, сен Раббыңның өзіңе нәсіп еткен шексіз нығметінің арқасында жын ұрған адам емессің. Шүбәсіз сен үшін қисапсыз әрі толассыз сый-сияпат бар. Шүбәсіз сен теңдесі жоқ ұлы көркем мінез құлыққа иесің. Жақында өзің де көресің, олар да көреді. Кімнің шынымен жынды екенін әлі-ақ көресіңдер. Шүбәсіз Раббың өзінің жолынан кімнің тайып кеткенін, сондай-ақ кімнің тура жолда екенін бәрінен де жақсы біледі. Ендеше, ақиқатты мойындамайтындардың ырқына бағынба. Олар сенің өз сеніміңнен баз кешіп, өздеріне жағынғаныңды қалайды. Сөйтіп есесіне өздері де саған жағынбақ. Ендеше мыналардың ешбірінің ырқына бағынба. Ант бергіш қадірсіздің, өзгелерді кемсітіп ар-намысқа тиетіннің, сөз тасығыш өсекшінің, үнемі жақсылықтың алдын кескестейтіннің, шектен шыққан әрі күнәға белшесінен батқан залымның, қатыгез озбырдың, сондай-ақ тексіздің, дәулетті һәм әулетті екен деп ырқына бағынба. Оған Алланың аяттары оқылып дәріптелгенде, бұлар бұрынғылардың аңыз әпсанасы дейді. Жақында оның танауына әсте өшпейтін қара таңба басамыз. Біз әлгі бау-бақша иелерін қалай сынаған болсақ, бұларды да дәулеті мен әулетіне сеніп тәкаппарланып ақиқатты жоққа шығарған үшін қуаңшылықпен сынадық. Кезінде әлгі бау-бақшаның иелері бақшадағы жемісті таң сәрден тұрып, жан баласына сездірмей, сыпырып-сиырып жинап аламыз деп серттескен еді. Сөйтіп олар еш нәрсені ескермеді. Яғни Алланың қалауында кедей-кепшіктерді де қаперіне алмады. Алайда олар ұйықтап жатқанда, Раббыңнан келген алапат-апат бау-бақшаны түгін қалдырмай жалмады. Сөйтіп, әлгі жемісі балбырап пісіп тұрған бау-бақша бір-ақ түнде қап-қара күлге айналды. Таң сәрде әлгі серттескен топ бір-біріне былай деп үн қатты. Қане, жинап алмақ болсаңдар ертелетіп жеміс-жидектеріңнің басына барыңдар. Сөйтіп олар бірден жолға шықты. Жол жөнекей өзара былай деп сыбырласып бара жатты. Абайлаңдар, бүгін бірде-бір пақыр міскін бау-бақшаға кіруші болмасын. Ешбірін маңайларыңа жолатпаңдар. Сөйтіп бау-бақшаға бірде-бір пақыр міскінді кіргізбеуге белді бекем буып, һәм бүкіл жемісті жан баласына сездірмей жинап аламыз деген нық сеніммен ертелетіп жолға шықты. Алайда бақшаны көргенде, өз көздеріне өздері сенбей былай деді. Шамасы, біз жолымыздан адасып басқа жерге келдік. Жоқ, біз бір бәлеге ұшырадық. Бар өнімнен қағылдық. Сонда араларындағы ар-ожданы ояу турашыл біреуі, мен сендерге Алланы ұлықтаңдар деп айтпап едім. Кезінде мұны ескермедіңдер, ең болмаса енді тәубеге келіп, Алланы тиісінше ұлықтаңдар деді. Сонда олар, уа Раббымыз, біз сені ұлықтаймыз. Расында біз өз-өзімізге қиянат жасадық деді. Содан кейін бірін-бірі жазғырып кінәлай бастады. Өзімізге де обал жоқ. Расында біз барып тұрған азғын екенбіз. Раббымыз бізге одан да қайырлы бақша нәсіп етеді деп үміттенеміз. Біз енді Раббымызға толық бет бұрамыз. Бар жақсылықты бір өзінен күтеміз. Жақсылықтың қадірін білмейтін, алғысы жоқтарға бұл дүниеде берілетін жаза міне осындай. Ал ақиреттегі жаза одан әлде қайда үлкен. Адамдар соны білсе ғой. Аллаға шын көңілден тағзым етіп, оған қарсы келуден барынша сақтанғандар үшін Раббыларының дәргейінде қисапсыз һәм көз көріп құлақ естімеген нығметтерге толы жәннат бақшалары бар. Біз Аллаға шын жүректен мойын сұнғандар мен күнәға белшесінен батқан азғындарға бірдей қараймыз ба? Сендерге не болған? Қалай үкім шығарасыңдар? Жоқ әлде қолдарыңда Алладан түскен кітап бар ма еді? Мұндай үкімдерді содан оқып білудесіңдер ме? Ол кітапта сендердің қалауларың болсын деп жазылған бекен? Жоқ әлде онда
сендер не нәрсеге қандай үкім шығарсаңдар солай болады деген қияметке дейін күшін жоймайтын өздеріңе берген сертіміз бар ма еді? Олардан сұрашы. Араларында әлгіндей сертіміздің бар екеніне кепіл бола алатын кім бар екен? Жоқ әлде олардың Аллаға тең көрген бір қатар құдайлары бар ма? Һәм олар әлгі құдайларынан қалағандарыңды істеп өз беттеріңмен үкім шығара аласыңдар деген кепілдік алған ба екен? Егер айтқандары рас болса, қане, Аллаға тең көрген әлгі құдайларын көрсетсінші, көрейік. Күндердің күнінде ақиқат анық болып көрінеді. Және іс насырға шабат, сонда күллі жаратылыс құдіреті күшті жалғыз жаратушыға сәжде етуге шақырылады. Алайда тіршілігінде өз еркімен сәждеге бас қоймағандар сәжде ете алмайды. Үрейге толы көздерін жерден ала алмай, сор жеңіп әбден қор болады. Олар дүниеде есен сау жүргенде сәжде етуге шақырылатын, алайда оған мүлде құлақ аспайтын. Олай болса, осынау қасиетті сөзге, яғни Құранға сенбегенді маған тапсыр. Ондайларды білдірмей, аңдамаған жерден бірте-бірте құрдымға батырамыз. Мен оларға тек мұрсат берудемін. Менің тұзағым, яғни кәпірлерге қарсы қолданатын шараларым қалт жібермейтін өте берік. Уа Расулым, жоқ әлде олар саған әбден қарыздар болып, еңселерін тіктей алмай қалатындай дінді насихаттағаның үшін олардан ақы талап етіп жүрмедің? Жоқ әлде ғайып, яғни тағдыр сынды жан баласы білмейтін нәрселер солардың қолында болып, адамдардың тағдырын енді солар жазам екен? Уа Мұхаммед, алайда сен сабыр сақтап Раббыңның үкімін күт. Балыққа жолдас болған кісідей, яғни Юнус пайғамбар сияқты болма. Ол кезінде зар жұтып Раббысына жалбарынған еді. Егер оның дұға мінәжаты дер кезінде қабыл болып, Раббысының рахымы түсіп медет бермегенде, жазғырылған күйде шөл далаға шығарылып тасталар еді де, ешкімге керек болмай, сонда жападан жалғыз қалар еді. Алайда Раббысы оны арнайы таңдады да, ең ізгі құлдарының бірі қылды. Ол кәпірлер үгіт насихатқа, иләһи нұсқауларға толы зікірді, яғни Құранды естігенде, көкіректерін ыза кек кернеп, сені көздерімен ішіп жеп, мұрттай ұшыра жаздайды. Яғни олар саған сұқ көздерін қадап, көз тигізіп, тіпті қолдарынан келсе бір жолата құртып жібергісі келеді. Һәм сен жайлы, шүбәсіз ол жын шайтан ектеген мәжнүн деседі. Анығында ол жын мен адамзат сынды саналы жаратылысқа арналған үгіт насихатқа және иләһи нұсқауларға толы кітап.